Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuhu. Ардақта мұсылман қауымы, біз кезекті көрсететін шаруамыз 3102 Volga деген автокөліктің обшивкасын қалай ашылу жүйесін қысқаша түсіндіріп өтейін. Ашылып тұр жалпы, бірақ жалпы қандай этаптар арқылы ашылады деген бір шолу болсын. Мынау екі орын жауып тұратын ғой, түсінікті шығар да. Оны алып тастайсыздар да. Екі ішінде шуруп бар. Мен сол шуруп, сол екеуін шешкен кезде ручка алынады. Бұл да түсінікті. Сосын бұрап бұны да алып аласыздар. Сосын мына жерде пластмастың арқа жағында тағы бір шуруп бар, ол шешіледі. Сосын жеркімен қайыру арқылы ол да алынады. Былай тартып аласыздар, себебі екі мынандай тісі бар екен, ішіне кіріп тұратын, бері тартып жүрмеңіз. Алға қарай бұл да алынады. Ең білетін жері осы екен. Осы ручканы қалай шешеді. Мына ручканы шешкен кезде мына обшивка жалпы ана болттар тартқанда қысып тұрады. Сол кезде мына арқа жағында міне. Мынау пружин екен да, міне. Арты пружин. Сол пружинді ары қарай итерген кезде мынандай көрініс болады. Мына жерде бір шпонка орны бар. Тесікті көріп тұрсыздар ма? Мына тесікті. Жаңа пластмасс itергенде сол шпонка көрінеді. Сол үстінен шеге бірдеңе қойып, ары қарай ұрып шығарып жіберу керек та. Сол кезде мына сол қайтып шыға қояды. Мына жерде ойық орны бар ғой, міне ойықтың орны. Сол шпонка соған тірек болып тұр да, түсініп тұрсыздар ма? Сосын жайлап отверткімен астыңғы бөліктерінде өзінің темірге қатып тұратын зажимдері бар, соны тығып тарт тырс деп шешіледі. Сосын үсті жоғарыға қарай лақтырылады, астынан жоғары қарай көтеріледі да бүйтіп. Солай ашылады. Мына жерде біз қаңылтыр бар ма? Міне мына қаңылтыр. Мына ойықшаға кіріп тұрады. Бері қарай тартып жүрмеңіздер да. Шешкеннен кейін жоғарыға көтеріп тартып алады екен. Зашелка деп отқан нәрселерінен мына заттар ғой. Тырс етіп шешіледі иншаллах. Мына орындарында тұрады. Қатып, отверткі тығып мына затты тартқан кезде мыналар бүйтіп шығу керек. Тырсылдап шығады. Осындай жүйемен ашылады. Кеше менде осыны қалай ашады екен деп YouTube ақтарып едім. Негізі сол болттар шешіле береді ғой, бәрі білетін нәрсе. Сол жерде шпонка екен. Ручка қалай шешіледі деп ақтарып қарап отырсақ. Пружинді ары қарай итереді екен де, шпонка тұрады, сол шпонка төменге қарай қағып жіберсеңіз оңай шешіле қояды. Баракаллаху фикум. Тағы қосымша ақпарат болсын, арқа есіктегі ручканы ішінде грандары таза екен да. Мына алдыңғы есіктікі кетіп жатыр. Соны ауыстырып жіберейін. Мына домалақ ары қарай итеріледі. Итерілген кезде ішінен байқап отырсыздар ма? Шпонка көрінеді. Сол шпонка төмен қарай шеге бірдеңемен ұрып жібергенде мына сол қайтып шыға қояды иншаллах. Бері қарай. Қайтадан мынаны салып, сол шпонкасын тығып ұрып тастау керек та. Баракаллаху фик.